Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін қыркүйектің 2-сі. Сабағымыздың тақырыбы тіл қарым-қатынас құралы. 2-ші сабақ. Сабақтың оқу мақсаты мәтіннен ақпаратты анықтау, тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, негізгі және қосымша ақпаратты анықтау, орфографиялық норма, қазақ тілінің дыбыстар жүйесін, үндестік заңын, емлелік ерекшеліктерін ескере отырып, орфографиялық нормаға сай жазу. Жазылым тапсырмасы. Қазақ отбасында қандай дәстүрлер бар? Кім не істейді сұрағына жауап жаз. Яғни, балалар, сендер оқылған мәтін бойынша қазақ отбасындағы дәстүрлерді, кім не істейді деген сұраққа жауап жазасыңдар. Яғни, үлкендер не істейді, жасы кішілер не істейді, ұл бала не істейді, қыз бала не істейді. Итак, ребятки, ваша задача написать, кто что делает, опираясь на текст. Какие традиции есть в казахской семье? Жазылым тапсырмасы. 13-ші тапсырма. Толықтырып жаз. Амандасу сөздері, таныстыру сөздері, қоштасу сөздері. Ребята, ваша задача написать слова, какие слова используются на казахском языке, когда здороваются люди, какие слова используют для того, чтобы познакомить друг друга, какие слова используются для того, чтобы попрощаться друг с другом. Оқу тапсырмасы 17-ші тапсырма. Есте сақта. Тапсырмада шетелдік досыңа қазақ отбасының ерекшелігі мен дәстүрлері туралы білгеніңді айтып хат жаз. В этом задании вам дается, как бы вы описали традицию казахской семьи, что вы знаете о нем, то есть полностью написать свое письмо другу, который живет за границей. Есте сақта. Выучить наизусть, то есть постараться запомнить. Назарларыңызға рахмет.